Сәлем балақайлар, менің атым Балзия, менің жасым 8-де. Сәлем балақайлар, менің атым Райна, менің жасым 6-да. Балалар, біз енді сіздермен YouTube арнасында жиі көрсетілетін боламыз. Біз бүгін сіздермен билейміз, ойнаймыз, өлең айтамыз. Раяна, біз бүгін ұлттық тағамдармен танысамыз. Балзия, ұлттық тағам деген ол не? Ұлттық тағамдар деген ол әр қазақтың дастарханында тұратын тағамдар. Мысалы, біз жейтін нәрсе ол бешбармақ, қуырдақ, бауырсақ. Біз ішетін тағамдар ол айран, қымыз. Ал ендеше ұлттық тағаммен танысуды бастайық. Ірімшік қайнатылған сүттен жасалынған тағам. Бал қаймақ, қаймақтан жасалынған тәтті тағам. Ол тез әзірленеді. Бұның аты ірімшік. Маған өте ұнады. Бұның дәмі творогқа ұқсайды. Маған осылардан ең қатты ұнаған ол бұл. Ашында құм деп ойлап тұрмын. Дәм бітірлі. Кәмпитке ұқсайды. Ашында кішкене сағыз бар деп ойлап тұрмын. Маған больше ұнаған ұнап тұр. Дәмі вареньеден жасалған булочканың дәміне ұқсайды. Маған осы екеуіне ұнағаны ірімшік. Құрт шүйікті қатайтатын тағам. Ода кальций көп. Ода сүттен жасалынған. Жен шай дастарханына қойылады. Ол ірімшіктен жасалынған тағам. Мына алдымда тұрған тамақтарды жек көрем. Бұның дәмі маған ұнады. Бұның да дәмі ірімшікке ұқсайды. Дәмі дәмді. Дәмі ірімшікке ұқсайды. Кішкене наған ұқсайтын сондай тамақ. Ірімшікке сосын наған ұқсайтын сондай тамақтың дәмі. Нан дәмі маған ұнамады. Песок құм жеген дейсің. Бұның дәмі құм қалды. Обычный құрт. Маған қатынағаны құрт. Қышқыл болғаны. Ол өте дәмді, бірақ қышқыл екен. Маған осы құртмады. Наурыз көже наурыз мейрамында дайындалады. Ол 7 түрінен заттан жасалынады. Балақайлар, менің алдымда көже тұр, мен оны қазір ішетін боламын. Және дәмін айтатын боламын. Қазір мен тұрған сусынды ішіп көретін боламын. Дәмі бір түрлі. Мен ойлаймын, оның ішінде құм бар деп. Көже маған кішкене ұнамады. Оның дәмі қымызға ұқсайды. Оның ішінде мен ет бар деп ойлаймын. Және оның ішінде жүгері бар деп ойлаймын. Тары витаминдерге бай. Ол қазақтың ұлттық тағамы. Енді мен тарының дәмін татып көрем. Бұның дәмі маған өте ұнады. Дәмі пловқа ұқсайды. Балалар, біз сіздермен ұлттық тағамдармен таныстық.
бала мен YouTube арнасында содан кейін көп нәрселермен танысатын боламыз. Сіздер баламен біліңіздер, үйреніңіздер, ойнаңыздар, көріңіздер және біздің каналымызға жазылыңыздар. Бәріне рахмет, Наурыз құтты болсын.